Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен комбинаторика тақырыбына арналған атаулының есептерін қарастырамыз. Және бұл 9-шы параграфтың қайталанбайтын терминдер және комбинаториканың негізгі формулаларын қолдану арқылы шығарамыз. Және бүгін қолданатын формуламыз негізі қайталанбайтын теру формуласы және осы 9-1, 9-2, 9-3 есептерді сіздермен қарастырамыз. 9-1 есептерімен сіздерге қазір есебін ғана берілген алтын шығару барысында сіздермен мұны жасатын боламыз. Келесі С5-тен 4-ті теріп аламыз. Және бұл қайталанбайтын теру формуласын бізге есте алу үшін осы атомына көп мысалдар берілген екен. Енді С5-тен 4 теріп аламыз. 5 факториал бөлімде 4 факториал 5 минус 4-тің факториалы. Енді біз жеңіл болу үшін бөлімдегі 4 факториал көбейтілген 5 деп аламыз. 4 факториал бізде 4 факториал бірге 4 факториал 5 бірге бөлеміз 5 болады. Екіншісі С5-тен 3-ті аламыз. Тең болады бізде 5 факториал бөлімде 3 факториал көбейтілген 5 минус 3-тің факториалы. Келесі бізде 3 факториал көбейтілген 4, яғни 5 деп аламыз. Енді мұнда біз 3 факториалын өзін жазайық. 5-тен 2-ні алатын болсақ, 2-ның факториалы 2-ге тең. 3 факториал 4-пен 2 қысқарады. Сонда 2 қалады, бізде 10 деген жауап шығады. 10 деген жауап. Енді үшінші есеп бізде С6-тан 3-ті теру керек болатын. 6 факториал 3 факториал көбейтілген 6 минус 3-тің факториалы. Келесіде 3 факториал көбейтілген 4, 5, яғни 6. Енді 3 факториал көбейтілген 6-тан 3-ті аламыз. Ол 3 факториалымыз 6-тың 3 факториал 6 мен 6 қысқарады. Тең бізде 20-ға тең болады. Келесі 4-ші есеп қарастырамыз. 4-ші есебіміз бізде 11-ден 9 болатын. Бізде 11 факториал. Мұнда 9 факториал көбейтілген 11 минус 9-тың факториалы. Келесі 9 факториал 10, 11. 10 мен 11 деп аламыз. Мұнда 9 факториал. 11-ден 9 азақ 2. 2 факториал 2 тең болады. Сондықтан 9 факториал 9 факториал қысқарады. 10 мен 2 қысқарса 5 тең болады 55. Сіздермен мен 9-1 есепті тежінде жылдам шығарып өттім. Өте жеңіл есептер ол. Сіздерге де жеңіл деп ойлаймын. Келесі 9-2 есепті қарастырайық. 9-2 есепті не дейді бізде? 5 қаламның екеуін және 3 қарындаштың екеуін таңдау алу тәсілін таңдар дейді. Бұда енді қайталанбайтын терулермен шығарамыз бұнда. Мұнда сіздерге қазір көрсететін боламын. С5-тен 2 қаламның 5-тен 2 теріп аламыз. Келесі С3 қарындаштың 2 теріп алуға болады. 3 қарындаштың 2 теріп аламыз. Яғни біз бұл жерде таңдап алу санның тәсілін табу үшін екеуін бір-біріне көбейтеміз. Осы интернетте өшіріп салайық. Осы бірінші есептің 9-2 есептің біріншісін дәл осылай шығара аламыз. Және қалғандарын дәл осылай шығаратын боламыз. Және бұны есептейік. Келесі 5-тен 2 5 факториал. Мұнда 2 факториал көбейтілген 5 минус 2-нің факториалы. Жеке-жеке есептеп көбейтсек те болады. Бұлай да көбейтсек болады. Енді мен жеке-жеке есептей саламын сіздермен. Енді қараңыздар 5 факториал болды. Енді 5 факториал 3 факториал көбейтілген 4, яғни 5 деп аламыз. Бөлімде 3 факториал 5-тен 2-ні асақ 3 факториал және үлкеннен бастап алсақ ыңғайлы болатын 2 факториалымыз 2-ге тең 3 факториал қысқарады. 2 мен 4 2 тең бізде біріншісі 10 болып тұр. Енді келесін С3-тен 2. С3-тен 2. Тегер есептер семей алуым мүмкін. Соғышын қыз кішкентай жазып жатырмын. С3-тен 2. Енді 3 факториал 2 факториал бөлімді көбейтілген 3 минус 2-нің факториалы.
Енді 2 факториал көбейтілген 3, 2 факториал, 1 факториал 1-ге тең, 2 факториал қысқарса 3. Енді бізде 10 көбейтілген 3 жауабы 30 болады бізде. Енді келесі екіншісін қарастыратын боламыз. Не дейді? 10 раушан гүлдің сыра жаза беремін. 10 раушан гүлдің 3-еуін көбейтеміз. 7 қалампырдың 4-еуін таңдап аламыз. Енді С 10-нан 3-ті аламыз. С 10-нан 3 тең болады 10 факториал. Мұнда 3 факториал көбейтілген 10 минус 3-дің факториалы тең болады бізде 7 факториал 8, 9, 10. Келесі бізде 7 факториал көбейтілген 3 факториалымыз бізде нешеге тең болады? 6-ға тең болады. Енді келесі бізде ары қарай есептей саламыз. 7 факториал 7 факториал қысқарады. 7 факториал қысқарады. Мұнда 6 мен 3-ті қысқартсақ, мұнда неше қалады? 3 қалады. Тоқта оқушылар, біз бұлай жасасақ болады. 6 мен 8-ді қысқарта салсақ, мұнда неше қалады бізде? 2-ге қысқартамыз. Мұнда 4 қалады. Мұнда 3 қалады. Енді 3 пен 9-ға қысқартсақ 3 қалады. Енді осылай есептеп алсақ болды бізде. Қайсандар қалды? 4, 3, 10 тең болады бізде 120. Келесі С 7-тен 4-ті есептеп алсақ. С 7-тен 4-ті есептеп алатын болсақ, 7 факториал көбейтілген 4 факториал 7 минус 4-дің факториалы 7 минус 4-дің факториалы. Келесі 4 факториал көбейтілген 5, 6, 7. 4 факториал дұрыстырап жазып аламыз. 3 факториалымыз бізге нешеге тең болады? 6-ға 4 факториал мен 4 факториал қысқарады. 6 мен 6 қысқарады. Бұл жерде бізде неше қалады? 35. 35. Енді бұл жерде бастапқысы 120 шықты, көбейтілген 35 тең біздерде, бұл жерде бізге 4200-ге тең болады. Жауап 4200. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте біз не дейді? 20 адам, ер баланың екеуін және 21 қыз баланың 4-еуін таңда тәсілін сан таңдар дейді. С 20-дан 2-еуін көбейтеміз. С 21-ден 2-еуін тереміз. Бұны сағыз жаза салсақ, 20 факториал көбейтілген 2 факториал көбейтілген 20 минус 2-нің факториалы көбейтілген 21 факториал бөлімінде 2 факториал көбейтілген 21 минус 2-нің факториалы. 2-нің факториалы. Келесі. Келесі бізде енді қараңыздар. Алымын қалай жазып аламыз? 18 факториал көбейтілген 19, 20 деп аламыз. 20. 19, 20. Енді бөлімінде 18 факториал көбейтілген. Біз 2 факториалымыз 2 тең, 18 факториал қысқарады. 20 мен 2 қысқарса бізде 10 қалады. Көбейтілген. Бізде 19 пен 10 есте сақтап алайық оқушылар. Енді мұнда бізде 19 факториал көбейтілген 20, 21 деп аламыз. Бөлімінде 21-ден 2 қысқа 19. Мұнда факториал қалып қойып, 19 факториал 2-ге тең. 2 факториалымыз 2, 19 факториал қысқарса 20 мен 2, 10 болды. Енді келесі. Бізде 19 бен 10 көбейтілген 190.
90 ko'paytirilgan bunda 10 qaldi bizda 10 qaldi. 10 ni 20 bo'lsa 200 10 qoladi.